Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Оразаны бұзатын жағдайларды қарастыратын боламыз. Негізгі 7 жағдайда ораза бұзылады. Ол бірінші әдейі ішіп жеу, екінші жыныстық қатынасқа түсу, үшіншісі әдейі құсу, төртіншісі хиджама жасау немесе жасату, хайыз, бесіншісі хайыз және нифастың келуі, алтыншысы мәни, ұрықтың шахуатпен шығуы, жетіншісі ауыз ашам деген ниет, егер ол аузын ашпаса да. Аллах Тағала Құранда айтады: "Ва кулу вашрабу хатта ятабайяна лакумул хайтул абьяду минал хайтил асвади минал фаджр". Ва кулу вашрабу, жеңдер, вашрабу, ішіңдер, сендерге фаджрдың таңның дейді, ақ жиегі мен көк жиегі анық болғанша дейін дейді. Бұл жерде мағына фаджр таңның шығуына дейін ішіп жеңдер дейді. Таңның шығуына дейін ішіп жеңдер дейді. Сумма атиму сияма илал лейл, содан кейін оразаны атиму толықтандырыңдар дейді. Яғни аяқтаңдар дейді. Илал лейл, түнге дейін дейді. Яғни ненің күннің батуына дейін оразаны толықтандырыңдар дейді. Оразаны ұстаңдар деген мағынада. Осы уақытта адам баласы таңның атуы мен күннің батысына дейін ішіп жеуіне болмайды. Оразада ішіп жеуіне болмайды. Ішіп жесе оразасы бұзылады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман насия ва хуа саимун факала ау шараб", кім дейді ұмытып кетсе дейді. Насия ва хуа саим, ол ораза ұстаушы екенін ұмытып кетсе, факала ау шараб, ол тамақ жесе дейді, немесе ішіп қойса дейді, бір сұйықтықты, фалютамма сома, ол өзінің оразасын толықтандырсын дейді, аяқтасын дейді. Файнама атамахуллаху ва сақаху, расында оны Аллах Тағала тамақтандырды және уасақаху, оны сусындандырды дейді. Бұхари, Муслимде келген хадис. Сол сияқты тамақтың үкімінде барлық адам баласына нәр беретін, қуат беретін заттар болып табылады. Егер ол ауызбен кетпесе де. Мысалға, бір соның түрі бұл укол арқылы адамның денесіне баратын барлық витаминдер, адамды næрлендіретін, адамды күш беретін, қуат беретін барлық укол арқылы баратын заттардың бәрі не істейді? Оразаны бұзады. Оразаны бұзады. Бұл жерде уколға байланысты екі мәселе бар. Біріншісі жаңағы нәр, қуат беретін, адамды қуаттандыратын, ішкі органдарына, адам дене мүшесіне қуат беретін, нәр беретін уколдар, бұл оразаны бұзады. Ал екіншісі уколдардың түрлері бар. Бұл емдік мақсатта қолданылады. Мысалға, суық дегенде немесе емдеуге байланысты бұл уколдың екінші түрі не істейді? Оразаны бұзбайды. Мысалға, жаңағы тұмау болғанда суыққа қарсы салған уколдар, бұл оразаны бұзбайды. Осы жерде ажырата білген дұрыс. Енді екіншісі бұл әл-жима дейді, жыныстық қатынасқа түсу. Ораза уақытында жыныстық қатынасқа түсу. Бұл үлкен күнә болып табылады, және осыны істеген адамдарға тәубе жасау керек, Аллахтан кешірім сұрау керек, және сол жыныстық қатынасқа түскен күнін қазасын өтеу керек. Сол сияқты қазасымен бірге бұл жерде бұл күнәнің кафараты бар. Кафараты бұл момын құлды босату. Екіншісі, құл болмаса 2 ай бойы, 60 күн бойы үзбей ораза ұстау. Егер оған шамасыз келмесе, 60 мұқтажды, кедей-кепшікті тамақтандыру керек. Неге? Өйткені оразаның құрметіне, оразаның ұлылығына байланысты осындай шариғаттың тұрғысынан осындай кафарат белгіленген. Енді үшіншісі бұл атақау амдан дейді. Атақау амдан, үшіншісі әдейі құсу. Егер адам әдейі құсса, ол оның оразасын бұзады. Пайғамбар енді хадисіне келсек: "Ман зараху ал-қойю фалайса алейхи қадо", кімді дейді, оның құсығы оның еркінсіз шығып кетсе дейді, фалайса алейхи қадо, оған қазасын өтеп керек емес дейді. Уаман истақоа амдан фаляқуди, ал енді кім әдейі құсық келтірсе, құсық шақырса, ол қазасын өтеу керек дейді. Қазасын өтеу
керек. Абу Дауудтан келген хадис. Құсқа байланысты осындай мәселелер. Енді төртіншісі бұл хижама. Хижама жасаған адамда және жасатушы адамда ауыздарының беріктігі бұзылады, оразаны бұзады. Пайғамбар хадисінде айтады: "Афтарул хаджим уал махджум", хаджимнің да, уал махджумның да, жасатушының да оразасы бұзылады дейді. Енді осы қанға байланысты мәселе. Бұл жерде мысалға қан тапсыру тамыр арқылы, басқа да үлкен мөлшерде дене мүшеден алынатын қандар тамыр арқылы бұл оразаны бұзады. Неге? Адамның әлсіреуіне себеп болады. Енді екінші жағы бар. Бұның тағы бір мәселе. Мысалға денеден шыққан қандар, мысалға жарақат арқылы жараланып қалса, бірнәрсе қолын кесіп кетсе, немесе тісінен қан ақса, бұл не істейді? Бұл хижаманың үкімінде емес, яғни бұл денеден шыққан жарақат арқылы тістен шыққан қандар оразаны бұзбайды. Оразаны бұзбайды. Келесі бесіншісі хайз және нифастың келуі. Хайз және нифастың келуі. Пайғамбар хадисі: "Алейса иза хадот лам тасум лам тусолли ва лам тасум". Олар хайз болса дейді, әйел адамдар намаз оқымайды дейді, ва лам тасум, және ораза ұстамайды дейді. Енді алтыншы мәселе бұл мәни, ұрықтың шахуатпен шығуы. Адам баласы өз-өзін ораза уақытында оның шахуатын туғызатын нәрселерден сақтану керек. Соның ішінде сақтанбай, егер әдейі ұрығын шығаратын себептер жасайтын болса, оның оразасын бұзады, және оған истихфар жасау керек, тәубе жасау керек, сол сияқты сол күннің қазасын өтеу керек. Ал егер де мысалға ұйықтап жатып ұрығы шығып кетті, оның еркінсіз шығып кетсе ұйқы басында, онда оның оразасы бұзылмайды. Сол сияқты адам баласы ораза кезінде барлық шахуатты тудыратын нәрселерден қашу керек. Өзінің әйеліне көп қарау, әйелін сүю, құшақтау деген сияқты шахуатты тудыратын нәрселерден алыс болған дұрыс. Жетіншісі бұл ауыз ашам деген ниет. Егер ол аузын ашпаса да, неге? Барлық нәрсе ниетке байланысты, құлшылық ниетке байланысты. Мысалға адам аузын ашам деп су немесе тамақ іздесе, бірақ таппаса, бірақ аузын ашпаса, аузын аша алмаса ол заттармен, бәрібір оның оразасы бұзылады. Егер бірақ екі ойда болса, ашам ашпайым деп күмәнда болып, бірақ аузын ашпаса, яғни ниетін соған бағыттамаса, нақты ашам деп, бірақ күмәнда болса, ашайын ашпайын ба деп, иншалла оразасы бұзылмайды. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад, валхамдулиллахи раббил алямин.